Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше әдіспен кесенің ішінде пісіп шығатын тағам түрін көрсетемін. Дәмі өте керемет әрі тойымды тағамдардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар. Ол үшін бізге тартылған ет керек болады. Бұл жерде 500 граммдай тартылған ет және оның үстінен ұсақ етіп туралған пиязды қосамын. Пиязды блендерден өткізіп қоссаңыздар да болады. Және үстінен бір жұмыртқаны жарып қостым. Панировочный сухари қосатын боламыз. Мен панировочный сухарийдің осындай түрін пайдаландым. Бұдан 3 ас қасық қостым. Одан соң салмамыздың бетіне жарты шай қасық қара бұрыш және дәміне қарай жарты шай қасық тұз қосып, салмамды қолмен жақсылап араластырып алдым. Біздің тағамыз сочный болып пісуі үшін үстінен кішкене жылы су және сұйық майды қостым. Одан соң тағы бір салмамды жақсылап араластырып аламын. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Осы орайда өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді қосып жасай берсеңіздер де болады. Енді шай ішетін осындай кесеге ішіне май жағатын боламын. Сары майды ішіне барлығын салып шықтым. Және қолыммен осылай кесенің барлық жеріне тигізіп, сары майды жағып шығамын. Май бізде бөлме температурасындағы тұрған май болу керек. Енді дайын тұрған салмамызды кесенің ішіне салып, видеодағыдай жан-жағына осылайша салып шығамыз. Салмасын қалың қылмай, жұқада қылмай, орташа етіп саламыз. Қалың қып салатын болсақ, піспей де қалуы мүмкін. Жұқа етіп салатын болсақ, формасы дұрыс шықпай қалады. Барлығын дерлік салып дайындап алдым. Енді ортасына салатын сұйықтығын әзірлейміз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек болады. Оның үстінен дәміне қарай кішкене тұз қосып және сүтті қосып, блинчикпен жағыстылап, салмамыз бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан соң үстінен мен капустаны ұсақ етіп турап қостым. Сіздер оның орнына зелен болмаса көк пияз да қоссаңыздар болады. Дайын болғаннан соң кесенің ішіне қатты толтырмай осылайша барлығын дерлік құйып шықтым. Барлығын одан соң противенге орналастырамыз. Енді дайын тағамымызды пешке салып 40-50 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің тағамымыз осылайша пісіп шығады. Өте керемет болып пісіп шықты. Біздің кесеміз сынып қалады деп ойламаңыздар. Сынбай өте әдемі болып осылайша шығатын болады. Видеодағыдай тәрелкені үстіне қойып, кесені төңкеретін болсақ, өздігінен біздің тағамымыз түсетін болады. Мен бұл жерде ыстық күйінде шешіп алып жатырмын. Осылайша кеседен ыстық күйінде шешіп алсақ та біздің тағамымыздың формасы бұзылмай өте әдемі болып түсетін болады. Және ортасын кесіп осылай ұсынсаңыздар болады. Немесе қасына өздеріңізге ұнайтын гарнирді жасап жесеңіздер де болады. Ең бастысы өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.